Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Ақерке Қасым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, мен лаваштан рулет жасап көрдім. Өте дәмі керемет, күшті болып шығады екен және өте тез дайын болады екен. Таңғы асқа тез-тез турап, тез-тез жаңағы орап, сондай духовкада бір 10-15 минут ұстап, жаңағы ұсынсаңыздар, отбасыларыңызға керемет болады. Және де кешкі асқа да дайындауға болады, себебі бұл өте тойымды. Бұны дәмін сіздерге айтып жеткізу қиын, міндетті түрде оны жеп көру керек, және де істеп жасап көру керек. Сонда ғана дәмін білесіздер. Өте жеңіл әрі тойымды. Ең алдымен осындай төс етімізді майдалап турап алатын боламыз. Өте майда қылып тураңыздар. Жаңағы рулетке жаңағы нәзік болу үшін, сосын мұны бөлек ыдысымызға алып, бұрыш, тұз, приправамызды сеуіп, жақсылап араластырып, қызып тұрған тавамызға қуырып алатын боламыз. Грудинкамызды жаңағы демдеп алып, оны пісіріп алу деген шарт емес, бұны тек қуырып алсаңыздар болды, пісті деген сөз. Міне осылай аппақ әдемі қылып қуырып алатын боламыз. Енді начинкасына мен жаңағы жұмыртқадан рулет жасадым. Осылай 2 жұмыртқамызға тұзымызды қосып, мұны да қызып тұрған майымызды жақсылап пісіріп алатын боламыз. Жұмыртқамыз дайын болды. Енді басқа да салмаларына көшеміз. Арасына мен аскөкті де пайдаландым. Аскөк керемет дәм береді. Міндетті түрде қосыңыздар. Және де жаңағы рулетті мен осылай орап, жұмыртқадан жасалған турап алатын боламын. Және бір қабат лаваштың начинкасына, бір қабатына сыр қолдандым. Осылай сырды теркадан өткізіп алатын боламыз. Міне біздің начинкаларымыз дайын. Көріп тұрсаңыздар өте тез болады. Және де арасына жағатын соусымызды осылай өте оңай майонезге чесногымызды салып араластыра саламыз. Міндетті түрде чесноктан соус салыңыздар, себебі күшті дәм береді ол. Оны ұмытпаңыздар. Осылай біз лавашымызға сары майымызды ерітіп, оны жаңағы жағып алатын боламыз, себебі біздің рулетіміз сочный болу үшін, және де бір қабатына осылай сырымызды сеуіп шығамыз. Және де екінші қабатын осылай үстінен жағып, жаңағы соусымызды жағып шығамыз. Және де өзіміз дайындаған бірме-бір салмаларын осылай жайғастырамыз. Міне жайғастырып болғаннан соң рулеттің пішіміне келтіріп, осылай ораймыз. Орап болғаннан кейін үстіне тағы да біздің сұйық майымызды құйып жаңағы жағып шығатын боламыз. Осылай духовкамызге пергамент астына қағазын төсеп пісіріп аламыз. Духовкамызда міне 10 минут ұстадым. Кішкене қызарыңқырап әдемі болып шыға бастаған кезде осылай сырымызды үстінен сеуіп, тағы да бір 10-15 минутқа қалдырамыз. Міне біздің лаваштан жасалған рулетіміз дайын болды. Сочный әрі дәмді, керемет болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің рецептім сіздерге ұнаған болса, маған лайк, комментарий білдіріп, қолдауларыңызды білдіріңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақерке Қасым. Менімен бірге болыңыздар және де сау болыңыздар.